Ғылыми жобамыздың тақырыбы су қоймалары орындаған бірінші зертханалық топ. Келесі слайдымызға көшсек, бұл жерде жоспарын талқылайтын боламыз. Жоспарында, яғни бірінші біз кіріспе бөлімін, негізгі бөлімін қарастырамыз. Негізгі бөлімінде біз бөліктерге бөліп қарастырдық. Оның ішінде су қоймалардың жүктемесі, су қоймалардың гидрорежимі, жұмыс жасау режимі және қоршаған ортаға тигізетін әсері қарастырған болатынбыз, және қорытындылап пайдаланған әдебиеттерді қостық. Кіріспеге келетін болсақ, негізі су қоймасы дегеніміз суды тоқтатуға, жинақтауға және де сақтауға арналған өзендердің алаптарында түзілетін немесе бөлек жерлерде түзілетін жасанды сыйымдылығы мол су қоймасы болып келеді. Су қоймасын негізі біз көптеген мақсатта қолданылады, яғни суды тиімді пайдалану үшін және де көптеген жерлерде суару үшін, санитарлық мақсаттарда, және де су көлігін, су спортын қолдану үшін, және де тағы да басқа көптеген мақсаттарда қолдану үшін жасалатын гидротехникалық құрылыс болып табылады. Келесі негізге бөлімге өтеміз. Бұл жерде негізінен біз су қоймалардың жіктемесіне тоқталатын боламыз. Яғни, су қоймалар гидрографиялық белгіге байланысты үш түрге бөлінеді. Арна, көл және аралас болып. Бірінші түрі, яғни суретте көріп тұрғандай, ол А түрі арналы, яғни өзен ағынын бөгеттің бөгеуі және өзен аңғарын су басу нәтижесінде пайда болатын су қоймалар. Келесі Б, ол көл типті, яғни көл су қоймасы көлден ағып жатқан өзеннің бастауын бөгеу нәтижесінде пайда болады. Келесі ол аралас, яғни көлден ағып жатқан өзеннің көзінен сәл төмен бөгет салу кезінде аралас су қоймасы пайда болады. Келесі су қоймалар, яғни генезисі бойынша да бөлінеді 7 түрге. Ол жерде біріншісі ол дамба өзенінің біреуімен құрылған өзен алқабы, екіншісі құйылмалы су қоймасы, үшінші аралас құймалы немесе аңғарлық деп аталады, төртінші очера су қоймасы, бесінші теңізден бөлінген және тұщыландырылған су қойма, алтыншы тұщыландырусыз теңізден бөлінген, яғни толы электростанциясы болып табылады. Жетінші уақытша су ағынындағы су қоймалар болып бөлінеді. Егер де келесі конфигурациясы бойынша су қоймалар типтейтін болсақ, олар су қоймалардың пішіні әртүрлі және тар су қоймаларда болып келуі мүмкін. Олардың формалар бойынша эллипс, көпбұрыш және тағы басқа фигураларға дейін ұқсауы мүмкін. Су қоймалардың пішіні тұрақты емес, олардың пішіні және көптеген морфометриялық көрсеткіштері үздіксіз және көбінесе су деңгейінің ауытқуына байланысты күрт өзгеріп тұрады. Сондықтан олардың су қоймасы морфометрия мен морфологиясы жылдың көп бөлігіне әртүрлі болып кездеседі. Су қоймаларының көлемі, ауданы және тереңдігі бойынша жіктейтін болсақ, су қоймаларының көлемін сипаттайтын көрсеткіштердің ішінде су айдынының көлемі мен ауданы өте маңызды, өйткені олардың қоршаған ортаға әсері осы параметрлер анықталады. Әртүрлі су қоймаларының салыстыру үшін олардың параметрлерінде тек көбінесе су айдынының ауданы және көлемін алатын болсақ, ол көл су қоймаларының бойынша көлдің беттік бөлігін ғана аламыз, және де осы қоймалар туралы мәліметтерді енгізетін кезде анықтау тек қана бір стандартты форма бойынша анықталады. Болды. Су қоймасының гидрорежимі. Су қоймасының гидрорежимі негізінен су қоймасындағы судың балансы, су қоймасындағы су деңгейі, одан кейін ол жердегі ағыс пен толқын анықтайды. Су қоймасындағы судың балансы ол кіріс бөлігінен және шығыс бөлігінен тұрады. Кіріс бөлігіне атмосфералық жауын-шашын, ағып келетін беттік ағын, су қоймасы бетіндегі су буының конденсациясы және жер асты ағыны жатады. Ал шығыс бөлігіне су қоймасынан шығатын беттік ағын, су қоймасынан жер асты арқылы ағып шығатын ағын, оны фильтрация деп те атайды, су қоймасы бетінен булану жатады. Және де көп жағдайларда кіріс бөлігіне
жауын-шашынның үлесі 2-3% ғана болады. Ал булану үлесінде, ал су шығынындағы буланудың үлесі 10%-дан аспайды. Ол негізінен су құйманың өлшеміне байланысты және де сол жердегі географиялық жағдайына байланысты болады. Бірақ та ірі су құймаларында жауын-шашын мен буланудың мәндері біршама болып келеді. Мысалы, әлемдегі ең ірі Вольта су құймасын алатын болсақ, бұл жердегі кіріс бөлігіндегі жауын-шашынның үлесі 22%-ді құрайды. Ал шығыс бөлігіндегі буланудың үлесі 25% шамасында. Және де су құймасындағы су алмасудың қарқындылығы әдетте көлдерге қарағанда жоғарырақ болады. Және де су құймасындағы су алмасудың қарқындылығы негізінде су құймасының көлеміне және де су құймасынан ағып шығатын ағындының су өтіміне және де оның жылдамдығына тәуелді болады. Келесі бізде су деңгейінің тербелісі. Су деңгейінің тербелісін қарастыратын болсақ, негізі су тасқыны мен су тасу кезеңінде су қоймалардағы судың деңгейі айтарлықтай шамаға көтеріледі. Ал су қоймаларын іске қосқан уақытта су қоймаларының деңгейі төмендейді. Негізінен жазықтық және таулы аймақтардағы су деңгейінің тербелістері әртүрлі болып келеді. Айырмашылығы өте көп десем де болады. Жазықтық су қоймаларда мысалға 5-7 метрге дейін ғана тербеліс байқалатын болса, ал таулық су қоймаларда 50-80 метрге дейінгі дейін су деңгейінің тербелісі байқалады. Негізінен су қоймалардың су деңгейінің мезгілдік көтерілуі мен төмен түсуін қарастыратын болсақ, ол жерде су деңгейі көбінесе аз уақытта тербелу, су деңгейінің аз уақытта ғана тербелуін байқалады. Өйткені көбінесе маусымдық, апталық су деңгейінің тербелістерін қарастыратын болсақ, ол жердегі тербелістер өте кішігірім болады. Графикқа қарайтын болсақ, су қоймасындағы су деңгейінің ішіндегі бір жыл ішіндегі өзгеруін көрсете аламыз. Яғни басында төмен түскені ол су қоймасын іске қосқан уақыт және көтерілу, ол су деңгейінің көтерілуі байқалады. Ол жерде толтыру уақыты су қойманы және де екінші деп тұрған ол аздап төмен түсуін байқаймыз. Яғни су қоймасындағы су деңгейінің тербелісі сумен толтыру және іске қосу барысында тербеліс өте жоғары байқалады. Жалпы ағыстарға келетін болсақ, су қоймаларындағы ағыс пен көлдегі ағыс көптеген ортақ сипаттар бар, бірақ олар бір-бірімен күрделі құрылыммен және де өзгермелі сипатымен ғана ерекшеленеді. Беттік ауданы үлкен су қоймаларында қатты желілік ағыс байқалады. Ал толқынға келетін болсақ, су қоймасындағы толқын оның өлшеміне байланысты болады. Яғни су қоймасындағы толқын көлдегіге қарағанда әлсіз болады, бірақ өзенге қарағанда қаттырақ болады. Ірі су қоймаларында толқындардың биіктігі 2-3 метрге дейін жетеді. Су қоймаларындағы желілік толқындар көптеген салдарға алып келеді. Яғни олар судың вертикалды араласуы, әсіресе су аз қоймаларда және де жағалық абразия, макрофиттердің тіршілік әрекеттерінің нашарлауына әкеліп соғады. Жалпы су қоймаларын жұмыс жасау режиміне келетін болсақ, су қоймаларын пайдаланудың, оның тағдырын және құрылыстарының сақталуын, өзен ағындысын тиімді пайдалану мүмкіндігін айқындайтын бастапқы мәселелердің бірі ирригациялық су қоймаларын толтырудың және босатудың оңайлату мәселесі болып табылады. Және су қоймасының жұмыс режимі диспетчерлік кестелердің көмегімен белгіленеді. Диспетчерлік кестеде графикте су көп салалы жағдайда су қоймасын толтыруды шектеу сызығы және су аз болған жағдайда шектеулі беру желісі, сондай-ақ су қоймасын толтыру және іске қосу желісі ретінде қызмет ететін қарама-қарсы өрлемелі тармақтарды қамтуы тиіс. Бұл жерлерде жыл басында өзен бойынша ағын көлемінің болжамын алғаннан кейін және жыл басында су қоймаларын толтыру көлемін ескере отырып салынады. Ол үшін өзен бойынша ағын жыл сайын бөлу кестесі және тұтынушыға кепілдендірілген су беру кестесі және су балансының құрамдас бөліктері туралы мәліметтер болуы қажет.
су қоймаларының жұмыс режимі бойынша мыналарды қамтамасыз ету қажет. Бұл әрине ең алғашында су қоймасындағы жұмыс жасау қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет, және су қоймасының жұмыс жасау мерзімін ұзарту үшін ол жердегі су шығару және су енгізудің ең аз деңгейін қолданылу қажет, және су өте аз жылдары су берудегі жаңағы су берудің тез жолдарын қарастырылуы қажет. Және де су қоймасынан санитарлық су жіберу және ондағы қалыпты су деңгейін ұстап тұруды қамтамасыз етуі қажет. Су қоймаларындағы негізгі жалпы ережелерге келетін болсақ, ол әрине су қоймасының су деңгейіне байланысты. Су қоймасындағы су шамасын су шаруашылық мақсатында қолдану кезінде қалыпты бір терек деңгейден аспауы қажет. Ал есептік ең жоғарғы су тасқынын өткізу жағдайында су қоймасындағы су деңгейі жобада белгіленген үдемелі деңгейден аспауы қажет. Және де су қоймасын толтырған жағдайда артық қалып қалған суды диспетчерлік кесте бойынша деңгейде рұқсат етілген ғана су деңгейін қолданылу қажет. Су қоймаларын сумен толтыру. Су қоймасындағы су деңгейін ұстап тұратын мерзімді нақты су қоймасын пайдалану қағидаларына айқындалады. Су қоймаларын толтыру және босату бөгеттің денесіндегі қалыпты деформациямен туындайды. Бекітілу тұстаманың қамтамасыз етілетін қарқынмен жүргізіледі. Жобада ұсынылған су қоймаларын толтыру және босату жылдамдығы су қоймасын әртүрлі белгілерді толтыру мен босатуды оңайтуға қарқындалған. Белгілену бойынша арнайы зерттеулермен пайдалану процестерінде нақты мүмкін болады. Су қоймаларының өзендерге тигізетін негізгі әсері ағындыны реттеу болып табылады. Бұл көп жағдайда су тасқындағы су ағынының азаюына және су тасқын кезінде су ағынының жоғарылауында төмен ағыста көрінетін болып келеді. Су қоймаларының ағынын маусымдық реттеу жыл ішінде су деңгейінің су қоймасынан төмен ауытқу реттеуге алып келеді. Су қоймаларының төменде орналасқан өзендердің су режимін толығымен өзгеретін болып келеді. Жалпы су тасқынының сипаты, канал процестері, өзен сағаларының режимі және тағы басқалары ылғал жеткіліксіз жерлерде су қоймаларының әсері өзен алқаптары мен сол өзен алқаптарының кебуіне алып келеді. Бұл экономикаға айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Осы шамадан тыс ылғал аймағында алқаптарды құрғату және олардың экономикалық дамуына ықпал ететін жағымды құбылыс болып табылады. Жалпы осының бәрі су қоймалардың қоршаған ортаға тигізетін әсері болып табылады. Жалпы біз бұл жерде өзендерде орналастырылған су қоймаларының әсері бұл жердегі жаңағы судың алмасуы баяулауында маңыздылығы болып табылады. Яғни су жаңағы су қоймасына түскен кездегі өзеннің суын реттеп отырады да оны баяулатады. Мысалға бізде Азияның және Еуропаның өзендерінде су қоймаларын орналастырғанда 14 еседен 7 есеге дейін айтарлықтай су алмасуды баяулатып отырған. Және де бұл шамадан тыс ылғалдылық жағдайы да мысалға тундрада орналастырылған су қоймаларының жер бетінен буланып өтіп кетуі, яғни шамадан тыс ылғалмен су қоймаларының атқаратын істері бұл жерде күрделірек болып табылады. Яғни судың булануы көп болған сайын жаңағы су қоймаларының атқаратын қызметте сәйкесінше барлық өзендердің көп бөлігін өзінің суды буландырып жіберуіне әсерін тигізуі мүмкін. Бұл Насер және Вольта су қоймаларына тән болып табылады, яғни көптеген өзеннің көп бөлігін булануға ұшыратады.
Қайрат. Шамадан тыс ылғалдылық жағдайында, мысалы тундра жерлерінде су бетінен булану жер бетінен булануға қарағанда асып түседі. Сондықтан шамадан тыс ылғал мен су қоймаларының құрылысы іс жүзінде өзендердің су ағынын азайтуға әсерін тигізеді. Ылғал жеткіліксіз болған жағдайда, мысалға ол далалы аймақтарда, шөл-шөлейт аймақтарда су қоймаларын салу өзендердің су ағынын қосымша буландыруға әкеліп соғып, сонда судың булануына көп әсерін тигізеді соның әсерінен. Су қоймаларын салу нәтижесінде өзен ағынының төмендеу дәрежесі ол Ресейдің Еуропалық бөлігінің аумағы бойынша солтүстіктен оңтүстікке қарай артқаны байқалады. 20 ғасырдың аяғында әлемнің барлық су қоймаларында жылына 120 метр куб судың булануы арқылы ылғалданған, яғни әлемдегі барлық өзендердің ағындары шамамен 3%-ға жеткен. Өзен ағысының ең көп шығыны ол Насер өзені және Волга өзендерінде су қоймаларында байқалған. Сонымен қатар су қоймалары биогендік және ластанушы заттардың ыдырау және жауын-шашын процестерінің арқасында қуатты сіңіру арқылы қызмет етеді. Алайда су қоймалары судың сапасына бұл оң әсерін осы су сапасына антропогендік жүктеме шектелген және су қоймасына су жинауда табиғатты қорғау іс-шараларын жүргізген жағдайда жағдайларда қайта тұрғызу қажет болуы мүмкін. Су қоймаларын салу және олардағы өзен шөгінділері нәтижесінде олардың ағысы айтарлықтай төмендейді. Су қоймалары өзенден тасымалданатын шөгінділер, яғни ұсақ тастар тұзақ ретінде әрекет етеді. Су қоймаларындағы ұсақ тастар қалқыма шөгінділер су қоймасының тұнбасы, ірі шөгінділер мен қалқыма шөгінділер су қоймасының тұнбасы ретінде тұнба болып түзіледі су қоймасының түбінде. Кейбір заманауи осы болжамдарға байланысты 20 ғасырда су қоймаларының әсерінен әлемдегі барлық өзендердің үйінділерінің ағыны 25%-ға дейін азайды. Қорытындылай келе, бұл жұмыста біз су қоймаларды толықтай зерттеп шыққан болатынбыз. Оның ішінде су қоймалардың жіктемесін, су қоймалардың гидрорежимін, су қоймалардың жұмыс жасау режимі мен су қоймалардың қоршаған ортаға тигізетін әсері туралы бағыттарды қарастырып жаздық. Назарларыңызға рахмет.